Бүгін біз фуникулерға бара жатырмыз. Телеферик. Телеферик. Қаллені көреміз. Бұйырса. Бүгін ауа райы күшті болып тұр. Ағашты кім таныды? Да. Здесь, оказывается, да. Starbucks. Бүгін адам жүр, адам көп далада. Қара мерей, мінеміз. Мына жақтан. Merhaba. Merhaba. Bu mu fiyatı? Cips болып кетті ма? Cips. Merhaba. Kaç yere? Фуникулердің бағасы адам басына бару қайту 70 лира. Тек бару болса 60 лира. Балаларға 6 жасқа дейін тегін. Фуникулермен қаланы және теңізді тамашалауға болатындай айналаға керемет көрініс ашылады. Алания бекінісі 13 ғасырда Селжук сұлтаны Аладдин Кейкубат бастамасымен салынған және үш жағынан жерорта теңізімен қоршалған. Сол үшін бекіністің қорғанысы мықты болған. Негізі ең алғашқы қалашықтар Византия және Рим заманында салынған болатын. Бекіністің кейбір жерлері ақылы. Мысалы, ішкі қорғанның қабырғасының артына өту үшін билет сатып алу керек болады. Қызыл мұнараның ішкі көрінісін және кеме жасау зауытының мұражайын тамашалауға болады. Дегенмен, таудың көп бөлігі тегін қолжетімді. Крепс жаққа бара жатырмыз. Мына жақта маяк тұр.
камера турат экен көп үшін. Мына жерде де сортировканы жасайды. Андай таспен қаламын. Иә. Geldi o biraz otursunlar önce. Yoruldu. Кис, кис, кис. Кис, кис. Қара. Кис, 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 кис. Киса. Мына жерде бір ресторан бар. Мына жерде теңіз. Кел. Ресторан. Гардения. Ой. Қашып кетті ма? Кыс, кыс, кыс. Здания какие. Преследует собачка. Осы мешіт 1231 жылы Селжук сұлтаны Аладдин Кейкубаттың бұйрығымен салынды. 4 ғасырдан кейін найзағай соғынан өрт болып, қатты зақымданған. Алани бекінісі Оттоман империясына қосылғаннан кейін Сұлтан Сулейман хан бұйрығымен 16 ғасырда реставрация жасалған болатын. Сол үшін осы мешіт Сулеймание деп аталған болатын. Олд баз. Базар. Ескі базар. Бутиктер. Ана қара. Костюм жітіп. Фотоға ма? Ана жерде суретке түсу 80 лира екен. Костюммен. Киіммен, иә. Түркітің ұлттық киімі.
машинасы бар. Сонда Гербариум дейді. Көрейікші. Бұл музейге тегін кіруге болады. Қолдан жасалған заттарды және де Аланияның флора мен фаунасын көруге болады. Алания бекінісінің флорасы мен фаунасын зерттеу аясында Алания бекінісінің аумағында 322 түр тіркелді. Оның 22-сі бірегей эндемикалық өсімдік түрі және 38 көбелек түрі. Көрме жыл бойы ашық. Мрамордан жасалған. Осы суреттерде Алания қаласының тарихы көрсетілген. Азырғы кезде туристер аз. Сезон кезінде турист көп болады. Құрметті көрермендер, егерде Алания қаласына барып жатсаңыздар, міндетті түрде осы жерге келіңіздер. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк, подписка қоюға ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.